бір практикамда былай болған, менің жеке брендімді құру керек дейді, сондай сұраныспен шықты. Өте ақылды эксперт, қазіргі уақытта танымал эксперт, ол кезде ол танымал емес етін. Сол кезде бірінші сұрақ қоясында ол өзінің Италия премьер-министрін өзіне мысал ретінде келтіріп отыр да. Италия премьер-министрі эмоционалдық тұрғыда 5 минутта 5 шешім, осы аптада жасаған 5 шешімін айтып отырады. 2 минутта 5 шешім айтып отырады. Эмоционалдық тұрғыда біз осы уақытта аптада мынаны шештік деп, подписчигі көп, өзі тікелей шығып отырады, сондай болғым келеді деп. Енді ана кісімен Италияның премьер-министрінің образы екі түрлі. Мына кісі тұйық, жабық, интроверт, анау эмоциональный, сондай да. Мен айтам, сіз бір күн ол масканы киесіз, 10 күн масканы киесіз, 20-шы күні сіз оны постоянно киіп жүре алмайсыз. Бір күні болса, бір күні сенің образың шығады. Екеуі келмейді. Образдары да, өткен историясы да бір-біріне сәйкес келмейді. Сәйкес келмейді. Сосын мен айтам, сіз қандай эксперт болғыңыз келеді? Например, өзінің әлеуметтік желіңізде тек SMM-шік алып, әлеуметтік желіңізді дамытқыңыз келе ме? Әлде сол ұйымның басшы ретінде өзіңізді қалыптастырғыңыз келе ме? Или чисто осы салада эксперт болғыңыз келе ме деп сұрап, білмеймін деп, сосын екеміз көп брейнштормингті отырып талқылап, біз ол кісіні ұйыммен біріктірмей, осы экономикалық салада эксперт ретінде бөлек алып шығуды жөн көрдік. Неге? Өйткені, если сұрақ қоятын болсаң, эксперттің деңгейі жоғары ма, әлде жаңағы басшының деңгейі жоғары ма деген сұрақ туындады да. Мен эксперттің деңгейі доңы, эксперттікті сен өзіңмен бірге алып кетесің. Мен осымен тоқталып, қазіргі уақытта сол кездегі жазылған стратегиямен келе жатыр. Өте танымал эксперт.